Заңды қайталау 11-ші тарау. Сонымен өз құдайларың жаратқан ені сүйіңдер, оның бұйрықтары мен ережелерін, шешімдері мен өсиеттерін әрқашан берік сақтаңдар. Біліп алыңдар, мен бүгін сендердің балаларыңа сөйлеп жатқан жоқпын. Өйткені олар кейінірек дүниеге келгендіктен, құдайларың жаратқан енің түзетіп тәрбиелеуін көріп, бастарынан кешірген емес. Оның ұлылығын алға созылған құдіретті қолын, Мысыр елінде патшасы Перғауын мен оның бүкіл халқына жасаған кереметтері мен ғажап істерін, осылардың бәрін олар көрген емес. Жаратқан енің мысырлықтардың әскеріне, аттары мен соғыс күймелеріне не істегенін, сендерді қуып келе жатқан оларды қамысты теңіздің суына батырып, толығымен жойып жібергенінде көре алған жоқ. Олар жаратқан енің сендерге ен далада уәделі елге жеткен осы кезге дейін қалай қамқорлық жасағанын да көрген жоқ. Жаратқан ие Рубендік Елиаптың ұлдары Датан мен Абиронды жазалап, бүкіл Израиль халқы тұрған жердің ортасы қағайырылып, сол адамдарды бүкіл отбасыларымен, барлық шатырларымен, малдарымен жұтып қойған кезді көргенде балаларың емес. Ал жаратқан енің жасаған осы ұлы істерін өз көздеріңмен көрген сендерсіңдер. Сондықтан мен бүгін өздеріңе тапсырып отырған барлық өсиеттерді берік сақтаңдар. Сонда сендердің өзеннің арғы жағындағы елге кіріп, оны иемденіп алуға күш-қуаттарың жететін болады. Әрі жаратқан енің ата-бабаларыңа және олардың ұрпақтарына беруге антпен уәде еткен елінде, ағы мен балы ағыл-тегіл елде өмірлерің ұзақ болады. Сендер енейін деп жатқан осы ел өздерің шығып келген Мысыр еліне ұқсамайды. Онда сендер тұқым сеуіп, бақшада істегенде арық қазып, ауыр жұмыс істеп, оны суғаратын едіңдер. Жоқ, сендер емденейін деп жатқан осы ел, көктен жауған жаңбырмен суғарылатын қыратты да аңғарлы жер. Бұл елге құдайларың жаратқан енің өзі қамқорлық жасайды. Жылдың басынан аяғына дейін ол сол елді ұдайы назарында ұстайды. Сонымен бүгін мен өздеріңе беріп отырған мына өсиеттеріме мұқият құлақ түріңдер. Құдайларың жаратқан ені сүйіп, оған шын жүректен және бүкіл жан дүниелеріңмен қызмет етіңдер. Егер солай істесеңдер, онда ол елдеріңе күзгіде, көктемгіде жаңбырды мезгілінде жаудырып тұратын болады. Осылайша сендер астықты, жүзім шырынын және зәйтүн майын уақытында жинап, дайындап алатын боласыңдар. Жаратқан ие малдарың үшін далаларыңда шөпті қалың қылып өсіреді. Сонда тамақтарың тоқ болып тойынасыңдар. Бірақ сақ болыңдар, әйтпесе азғырылып, бөтен тәңірлерге бет бұрып, оларға жүгініп құлшылық етіп кетесіңдер. Егер солай етсеңдер, онда жаратқан енің лаулаған қаһары сендерге қарсы лап етеді. Ол аспанды жауып, жаңбырды жаудырмай қояды. Сонда жер өнімін бермей, сендер көп ұзамай жаратқан енің өздеріңе табыстаған елінде құрып, жоқ боласыңдар. Ендеше мен айтқан осы сөздерді жүректеріңе, жан дүниелеріңе және ақыл саналарыңа тоқып алыңдар. Олар қолдарыңа байланған белгі, көз алдарыңдағы ескертпе жазба іспетті болсын. Балаларыңа да бұл сөздерді үйретіңдер. Үйде отырған, не жол жүрген, төсекте жатқан, не тұрып жатқан кездеріңде де солар туралы айтатын болыңдар. Оларды үйлеріңнің есік жақтауларына, әрі қақпаларыңа да жазып қойыңдар. Сонда жаратқан ие, ата-бабаларыңа беруге антпен уәде еткен елде өздерің де, бала-шағаларың да аспан өз орнында тұрғанша ұзақ өмір сүретін боласыңдар. Мен бүгін өздеріңе ұстануға тапсырып отырған құдайларың жаратқан ені сүйіңдер. Одан ажырамастай берік ұстанып, оның жолдарымен жүріңдер деген өсиеттерді тұрақты сақтайтын болыңдар. Сонда жаратқан ие елдегі халықтардың барлығын алдарыңнан қуып шығады. Олардың саны мен күші өздеріңнен басым болса да, сендер елді иемденіп аласыңдар. Қай жерге аяқ бассаңдар, сол жер сендердікі болады. Жерлерің оңтүстіктегі Негев даласынан Ливан тауларына дейін, Евфрат өзенінен батыстағы теңізге дейін созылатын болады. Ешкім сендерге қарсы тұра алмайды. Құдайларың жаратқан ие өздеріңе уәде еткеніндей қайда барсаңдар да, бүкіл елдегі адамдардың бәрін сендерден қорқып үрейленетін етеді. Бүгін сендерге таңдауға жарылқау мен қарғысты ұсынып отырмын.
Егер сендер өз құдайларың жаратқан иенің бүгін мен арқылы тапсырып отырған өсиеттеріне құлақ ассаңдар, онда жарылқанатын боласыңдар. Ал егер жаратқан иенің өсиеттеріне құлақ аспай орындамасаңдар, әрі өздеріңе бейтаныс бөтен тәңірлердің соңына түсіп, мен бүгін сендерге нұсқаған жолдан тайып кетсеңдер, онда қарызға ұшырайтын боласыңдар. Құдайымыз жаратқан ие сендерді иемденгелі отырған осы елге кіргізгеннен кейін Гәризим тауынан жарылқауларды, Ебал тауынан қарғыстарды жариялаңдар. Сол екі тау Йордан өзенінің арғы жағындағы елсіз алқапта, Қылғалға қарама-қарсы тұрып жатқан қанахандықтардың аймағында, алып емен ағаштары өсіп тұрған Мореге жақын жерде, батысқа қарай бағытталған жолдың бойында орналасқан. Енді Йордан өзенінен өтіп, Құдай иеміз сендерге табыстап отырған елге еніп, оны емдейін деп тұрсыңдар. Соған еніп, қоныстанып алғаннан кейін, мен өздеріңе бүгін табыстап отырған барлық ережелер мен шешімдерді сақтап орындаңдар. Заңды қайталау 12-ші тарау. Ата-бабаларың сыйынған Құдай ие, сендерге емденуге берген елде қоныс теуіп, өмір сүрген кездеріңде сақтап орындауларыңа тиісті ережелер мен шешімдер мыналар. Сендер қуып шығарғалы отырған халықтар биік тау төбелерде және әрбір саялағаштың түбінде өздерінің жалған тәңірлеріне құлшылық етеді. Сол ғибадат орындарының барлығын түгелдей бұзып тастауларың керек. Олардың құрбандық үстелдерін қиратып, тас мүсіндерін сындырып, Ашераға бағышталған ағаш бағаналарын өртеп жіберіңдер. Сол халықтар табынып келген жалған тәңірлерінің мүсіндерін де бөлшектеп, жалған тәңірлердің аттарын сол орындардан есте қалмастай етіп өшіріңдер. Құдайларың жаратқан иеге сол халықтардың жексұрын дәстүрлері бойынша құлшылық етпеңдер. Керісінше, Құдай иеге өзінің есімі құрметтелетін жер бетіндегі тұрағы болуға, сендердің күллі руларыңның арасынан бір орынды таңдап алатын болады. Оған сыйынып ғибадат етуге сол жерге баруларың қажет. Құдайға арнап өртелетін құрбандықтарың мен сый тартуларыңды, өнімнің 10 бөлігінің бірін әрі арнайы не беруге серт еткен, не өз еріктеріңмен ұсынған сый тартуларыңды, сондай-ақ малдарыңның тұңғыш төлдерінде сол жерге алып барыңдар. Құрбандық асын отбасыларыңмен бірге сол жерде Құдай иеміздің алдында ішіп жеңдер. Осылайша қол тигізген барлық істеріңнің Құдайларың жаратқан иенің жарылқауымен жемісті болғанын тойлап шаттаныңдар. Бүгін біздің істегеніміздей, болашақта әркім өзіне дұрыс болып көрінгенді істемесін. Себебі Құдайларың жаратқан ие сендерге тыныштық сыйлайтын орынға өздеріңнің меншікті жерлеріңе әлі жеткен жоқсыңдар. Ал сендер Йордан өзенінен өтіп, Құдай ие сендерге емденуге беріп отырған елде қоныстанған кезде, ол қауіпсіздікте тұруларың үшін сендерге айналадағы жауларыңның бәрінен қорғап, тыныштық сыйлайтын болады. Содан соң Құдайларың жаратқан ие өз есімін орнату үшін қандай жерді таңдап алса, сол жерге мен сендерге тапсырып отырған нәрселердің бәрін әкеліңдер. Өртелетін сый тартуларыңды, шалынып өртелетін құрбандықтарыңды, өнімдеріңнің 10 бөлігінің бірін, арнайы тартуларыңды және өздерің жаратқан иеге ант етіп бағыштаған бағалы заттарыңды алып келіңдер. Сол жерде өздерің, ұл қыздарың, қызметшілерің және қалаларыңда тұрып жатқан, мұралық меншікке жер үлесі бөлінбеген леуліктер, бәрің бірге Құдайларың жаратқан иенің алдында қуана тойлаңдар. Өртелетін құрбандықтарыңды өздерің қалаған әр жерде шалып, өртеуден сақ болыңдар. Тек жаратқан ие руларыңның арасынан тағайындаған орында ғана құрбандықтарды шалып, мен өздеріңе тапсырған ережелердің бәрін орындаңдар. Бірақ өз елді мекендеріңнің кез келген жерінде малдарыңды азыққа сойып, етін Құдай иенің берген жарылқауына сай қалағандарыңша жеулеріңе болады. Аң аулап, соғып алған иелік немесе бұғының еті іспетті. Сол етті де жаратқан иенің құрбандық орнына апармай-ақ жей аласыңдар. Алайда оның қанын ішіп жемеңдер.
оны су іспетті жерге төгіп тастаңдар. Ал жиналған астықтың, жүзім шырынының және зәйтүн майының жаратқан иеге тиісті 10 бөлігінің бірін малдарыңның алғашқы төлдерінде, сондай-ақ жаратқан иеге ұсынуға серт еткен, не өз еркіңмен ұсынып жатқан, немесе арнайы берген сый тартуларыңды да өздерің тұрып жатқан елді мекендеріңде жеулеріңе болмайды. Керісінше бұларды құдайларың жаратқан ие тағайындайтын орында, оның алдында өздерің, ұл-қыздарың, қызметшілерің және елді мекендеріңде бірге тұратын леуліктер бәрің бірге ішіп жеңдер. Осылайша қолға алған барлық істеріңнің жемісті болғанына қуанып, Құдай иелеріңнің алдында тойлаңдар. Елде тұрып жатқан уақыттың барлығында леуліктерді қамқорлықсыз қалдырмаңдар. Құдайларың жаратқан ие жерлеріңді өз уәдесіне сай кеңейтіп берген соң, етке аңсарларың ауғанда, оны қанша жегілерің келсе, сонша жей аласыңдар. Егер Құдай ие өз есімін орнатуға тағайындайтын орын сендердің тұратын жерлеріңнен тым алыс болса, онда өздеріңе өсиет еткенімдей, жаратқан иенің жарылқауымен өскен малдарыңнан бір малды сойып, етін елді мекендеріңде қалағандарыңша жеулеріңе болады. Сол етті еліктің не бұғының етін жегендей жей аласыңдар. Тазару рәсімінен өткен не өтпеген адамдарың да соны жей алады. Алайда оның қанын ішіп жеуден сақ болыңдар. Себебі қан дегеніміз жан. Етті жанмен қосып жеулеріңе болмайды. Қайта, қанын су іспетті жерге төгіп тастаңдар. Қанды еш ішіп жемеңдер. Сонда өздерің және болашақ ұрпақтарың игілікті өмір сүретін боласыңдар. Себебі осы бұйрықты орындағандарың жаратқан иеге ұнамды. Ал жаратқан иеге бағышталған және оған тарту етемін деп серт еткен барлық құрбандықтарыңды жаратқан ие тағайындайтын жерге алып барыңдар. Өртеп ұсынылатын құрбандықтарың құдайларың жаратқан иеге арналған құрбандық үстелінде қанымен және етімен қоса ұсынылсын. Бұлардан өзге құрбандықтарыңның қаны да сол құрбандық үстелінің жанында төгілуі керек. Ал солардың етін жей берулеріңе болады. Өздеріңе беріп отырған осы бұйрықтарымның бәрін мұқият тыңдап, орындайтын болыңдар. Сонда өздерің және болашақ ұрпақтарың үшін игілікті өмір сүретін боласыңдар. Себебі осылай еткендерің Құдай иемізге ұнамды және дұрыс. Құдайларың жаратқан ие өздерің кіріп, емденейін деп жатқан елдегі халықтарды алдарыңнан аластатып, сендер оларды елден қуып шығып, сонда қоныстанып алғандарыңнан кейін, өздерің азғырылып қалмаңдар. Солардың жалған тәңірлеріне ынтығып, осы халықтар өз тәңірлеріне қалай ғана құлшылық етті екен. Бізде солай істейікші деп, олардың торына түсіп қалып жүрмеңдер. Сендер құдайларың жаратқан иеге, олардан үйренген жолдармен табынушы болмаңдар. Себебі сол халықтар жалған тәңірлеріне табынған кезде, жаратқан иеге жексұрын да жиренішті нәрселердің әр түрін жасайды. Олар сол тәңірлеріне арнап, тіпті ұл-қыздарында құрбан етіп өртеп жібереді. Сонымен мен айтқан бұйрықтардың барлығын мұқият орындаңдар. Оларға еш нәрсені не қосып, не алып тастаушы болмаңдар. Заңды қайталау 13-ші тарау. Егер араларыңда пайғамбар не көріп келіп пайда болып, бір ғажап іс не керемет туралы алдын ала жариялап, онысы жүзеге асса, әрі сол адам, ал кәне, басқа тәңірлерге табынып құлшылық етейік, деп сендерді өздеріңе бейтаныс тәңірлерге мойынсынуға еліктіріп азғырса, онда сендер сондай пайғамбардың не көріп келдің айтқан сөздерін тыңдамаңдар. Осы жайт арқылы құдайларың жаратқан ие сендерді өзін шын жүректен және бүкіл жан дүниелеріңмен сүйетін не сүймейтіндеріңді білу үшін сынайды. Сендер тек құдайларың жаратқан иенің жолымен жүріп, жалғыз оны ғана қастерлеулерің керек. Оның өсиеттерін орындап, даусына құлақ асатын болыңдар. Әрдайым жаратқан иеге қызмет етіп, одан ажырамастай берік ұстаныңдар. Ал сол пайғамбарды не көріп келді, өлтірулерің керек. Себебі ол сендерді Мысыр елінен алып шығып,
құлдықтан құтқарған құдайларың жаратқан иеге қарсы шығуға еліктіріп, оның өсиеттеген жолынан азғыруға тырысты. Зұлымдықты араларыңнан осылайша аластатыңдар. Бір ағайының, тіпті бір анадан туған аға не інің, немесе өз ұл-қызың, сүйікті әйелің, не жаныңдай жақсы көретін досың құпия түрде саған: "Жүр, басқа тәңірлерге барып табынайық", деп азғыруға ұмтылады дейік. Ал сол тәңірлерді не өзің, не ата-бабаларың еш білген жоқсыңдар. Сондай адам сені төңірегінде, алыс не жақын, жердің ана не мына шетінде тұрып жатқан халықтардың тәңірлеріне табынуға еліктірсе, онда оған еш көнбе, сөздеріне құлақ та түрме. Осындай азғырушыны еш аяп мүсіркеме, оны қолдап қорғаушы да болма. Қайта оны міндетті түрде өлтіру керек. Оған қарсы бірінші болып қол көтеретін сен бол. Сенен кейін бүкіл халықта солай істесін. Оны таспен атқылап өлтіріңдер. Себебі ол сендерді құлдықта жүрген Мысыр елінен алып шыққан құдайларың жаратқан еден бас тартқызып ажыратуға ұмтылды. Сонда осыны бүкіл Израиль халқы естіп, қорқып, араларыңнан ешкімде мұндай зұлымдықты істемейтін болады. Егер Құдай ие сендерге тұруға беріп отырған елдегі қалалардың бірі туралы, сол қаланың халқын азғырып, бөтен тәңірлерге табынуға еліктіріп жүрген бір сұмырай адамдар арамызда пайда болыпты деген сөз естілсе, онда барып, істің мән-жайын тексеріп, бәрін зерттеп, тәптіштеп тергеңдер. Егер әңгіме рас болып, сондай жексұрын нәрсенің елде орын алғаны дәлелденсе, онда қаладағылардың барлығын семсердің жүзімен қыруға тиіссіңдер. Қаланың адамдары мен малдарын жаратқан иенің қарғысына ұшырағандықтан түгелдей құртыңдар. Барлық олжаны алаңның ортасына жинап апарып, қаланы ондағы олжа дүниелерімен қоса құдайларың жаратқан иеге арнап өртеліп ұсынылатын құрбандық іспетті өртеп жіберіңдер. Қаланың талқандалған орны мәңгі солай болып қала берсін. Ол ешқашан қалпына келтіріліп қайтадан салынбасын. Сол қаладағы заттардың бәрі қарғысқа ұшыраған. Солардың ешқайсысын алушы болмаңдар. Сонда жаратқан ие өзінің лаулаған қаһарынан қайтады. Ол сендерге рақымы мен мейірімін көрсетіп, ата-бабаларыңа ант пен уәде еткеніндей, сендерді де молынан көбейтеді. Өйткені сендер оның айтқандарына құлақ асып, мен бүгін өздеріңе тапсырып отырған оның барлық өсиеттерін сақтап, құдайларың жаратқан иеге ұнамды әділ істерді істеп келесіңдер. Заңды қайталау. 14-ші тарау. Сендер құдайларың жаратқан иенің рухани балаларысыңдар. Сондықтан өлгендерді жоқтағанда, денелеріңнің терісіне жарақат салмаңдар, кекілдеріңді алмаңдар. Себебі сендер Құдай иеге бағышталған қасиетті халықсыңдар. Жер бетіндегі барлық халықтардың ішінен жаратқан ие сендерді өзінің ерекше құнды меншігі болуға таңдап алды. Ешбір арам нәрсені жемеңдер. Мына жануарларды азық етулеріңе болады. Мүйізді ірі қара, қой, ешкі, бұғы, киік, елік, жаба ешкі, таутеке, бөкен, арқар. Тұяғы екіге бөлінген аша тұяқты, күйіс қайыратын кез келген жануардың етін жеулеріңе болады. Бірақ күйіс қайыратын, немесе аша тұяқты хайуандар арасынан сендерге түйенің, қоянның және майбасардың етін жеуге болмайды. Олар күйіс қайырғанмен, тұяқтары аша емес. Сол себепті олардың еті сендер үшін арам. Ал шошқа аша тұяқты болғанмен күйіс қайырмайды. Сондықтан ол да сендер үшін арам. Осы хайуандардың не етін жеулеріңе, не өлімтігіне жанасуларыңа болмайды. Суды мекендейтін мақұлықтардың қайсыларында қанаттары мен қабыршақтары бар болса, соларды азық етулеріңе болады. Ал егер қанаттары мен қабыршақтары болмаса, жеулеріңе болмайды. Сондайлар сендер үшін арам. Кез келген адал құсты жеулеріңе болады. Бірақ мыналарды жемеулерің керек. Бүркіт, күшіген, тазғара, қызыл кез құйрық, қара кез құйрық, сұңқардың кез келген түрін, қарғаның кез келген түрін, түйеқұс,
батпақ жапалағы, шағала, қаршығаның кез келген түрін, байғыз, құлақты жапалақ, ақ үкі, бірғазан, тұйғын, су құзғын, ләйлек, құтанның кез келген түрін, бәбісек және жарғанат. Қанаты бар құжынаған барлық жәндіктерде сендер үшін арам, оларды жемеңдер. Ал қанаты бар адал құстар мен жәндіктердің кез келгенін жеулеріңе болады. Арам өлген ешқандай жануарды жеулеріңе болмайды. Оны не елді мекендеріңде тұрып жатқан жат жұрттыққа жеуге беруге, не шетелдікке сатуға болады. Себебі сендер құдайларың жаратқан еге бағышталған қасиетті халықсыңдар. Лақты енесінің сүтіне пісірмеңдер. Жыл сайын егістіктеріңде жиналатын өнімдеріңнің 10 бөлігінің бірін жеке бөліп алып қойыңдар. Астықтың, жүзім шырыны мен зәйтүн майының өнімінің 10 бөлігінің бірін және мүйізді ірі қара, әрі ұсақ малдарыңның алғашқы туған төлдерін, құдайларың жаратқан ие өз есімінің жер бетіндегі тұрағы болуға тағайындайтын орынға апарыңдар. Олардан жаратқан иенің алдында тамақ дайындап, ішіп жеңдер. Осылай сендер Құдай иемізді әрдайым терең қастерлеуді үйренесіңдер. Бірақ егер құдайларың жаратқан ие сендерді жарылқап, өнімдеріңнің 10 бөлігінің бірін жаратқан иенің өз есімінің жер бетіндегі тұрағы болуға тағайындайтын орынға апару үшін тым алыс болса, онда 10 бөлігіңнің бірін сатып, түскен күмісті сол жерге апарыңдар. Сонда сендер сол күміске қалаған нәрселеріңді, мүйізді ірі қара, қой ешкі, жүзім шырыны, ашытылған сусын немесе басқа қалағандарыңды сатып алаласыңдар. Осы азық-түліктен сол орында Құдай иенің алдында отбасыларыңмен бірге қуана ішіп жеңдер. Елді мекендеріңде тұратын леуліктерді ұмытпай қамқорлаңдар. Себебі оларға араларыңда мұралық жер үлестірілген жоқ. Әрбір 3 жыл сайын сол жылғы өніміңнің 10 бөлігінің бірін қалаларыңның ішіне алып барып, арнайы жерге жинап қойыңдар. Осылайша араларыңдағы мұралық жер үлестері жоқ леуліктер, әрі жат жұрттықтар мен жетім жесірлер келіп, соны жеп тойынуларына болады. Сонда құдайларың жаратқан ие сендерді қолға алған барлық іс-әрекеттеріңде жарылқайды. Заңды қайталау 15-ші тарау. Әр 7 жылдың соңында өзгеге берген қарыздарыңды кешіруге тиістіңдер. Әрбір қарыз беруші сол кешіруді былай істеуі керек. Ағайындас не ұлттас адамға берген қарызын кешіріп, соны бұдан былай талап етпесін. Өйткені жаратқан иенің атынан қарыздар кешірілу мезгілі жарияланды. Жат жұрттықтан қарыздарыңның өтемін талап етуіңе болады, бірақ өз бауырластарыңның қарыздарын кешірулерің қажет. Осылайша араларыңда жарлы жақыбайлар болмасын. Өйткені құдайларың жаратқан ие өздеріңе мұралық меншікке табыстап отырған елінде сендерді молынан жарылқайды. Егер құдайларың жаратқан иенің айтқандарына құлақ асып, бүгін мен өздеріңе табыстап отырған өсиеттерін мұқият орындайтын болсаңдар, онда Құдай иеміз өзі уәде еткендей сендерді жарылқайтын болады. Сендер көптеген халықтарға қарыз беріп, бірақ өздерің қарыз алмайтын боласыңдар. Сендер көптеген ұлттарға билік құрасыңдар, бірақ олардың ешқайсысы сендердің үстеріңнен билік құрмайтын болады. Ал егер құдайларың жаратқан ие өздеріңе табыстап отырған елдегі қалалардың бірінде мұқтаждыққа тап болған бейшара бауырласың болса, онда оған жүректеріңді қасарыстырып, сараңдық көрсетпеңдер. Қайта, оған қолдарың ашық болып, мұқтаждығына қарай қарыз беріңдер. Сақ болыңдар, жүректеріңде залым ой тумасын. Қарыздар кешірілетін 7-ші жыл таяп қалды деп ойлап, мұқтаждықтағы бауырласыңа көмектесуден бас тартып, мейірімсіздік көрсетпеңдер. Әйтпесе, сол адам жаратқан иеге шағым айтып, сендер айыпты болып шығасыңдар. Керісінше, оған шын көңілмен жомарттықпен көмектесіңдер. Осылай істегендерің үшін құдайларың жаратқан ие сендерді қолға алған барлық іс-әрекеттеріңде жарылқайтын болады. Елдеріңде мұқтаждықтағылар болмай қоймайды. Сондықтан сендерге
елдеріңдегі бауырлас жарлы жақыбайларға қолдарың әрдайым ашық болсын деген өсиетті тапсырып отырмын. Егер бауырлас еркек не әйел басыбайлы қызметшің болуға сатылып, саған 6 жыл бойы қызмет етсе, 7-ші жылы оған бас бостандығын беріп қоя бер. Оны босатқанда құрғыл жіберме. Оған отардағы малыңнан, қоймадағы астығыңнан және жүзім шырыныңнан жомарттықпен бөліп бер. Құдайың жаратқан енің өзіңе төккен жарылқауынан оған да тисін. Өздеріңнің де Мысыр елінде құлдықта жүріп, Құдай енің сендерді құтқарып алып шыққанын есіңнен шығарма. Сондықтан да бүгін сендерге осы өсиетті табыстап отырмын. Ал егер қызметшің өзіңді әрі үй ішіңді жақсы көріп, сендермен бірге тұруды қалап, сізден ешқайда кеткім келмейді десе, онда қолыңа біз алда, сол бізді қызметшінің сырғалығын тесе есікке қада да, кейін суырып ал. Сонда ол сенің өмірлік басыбайлы қызметшің болып қалады. Басыбайлы қыз не әйелмен де оның өтінішіне сәйкес солай істеуің керек. Ал осындай уәде бермеген өзге қызметшіңе бас бостандығын беріп қоя беруді қиынсын ба? Ол саған 6 жыл бойы тегін қызмет етіп, жалданушыдан гөрі 2 есе көп пайда кіргізді ғой. Солай етсең, онда Құдай ең сені барлық әрекетіңде жарылқайтын болады. Малдарыңның тұңғыш туған еркек төлдерін Құдайларың жаратқан еге бағыштауларың керек. Төлдің басы болып туған өгізді жұмысқа жегуге, әрі тұңғыш туған ұсақ малдың жүнін қырқуға болмайды. Әр жыл сайын ондай малды Құдай енің таңдап алған жерінде, оның алдында отбасыларымен бірге құрбандыққа шалып ішіп жеңдер. Ал егер малдың ақсақтық немесе соқырлық сияқты бір кемістігі болса, онда оны Құдайларың жаратқан еге құрбандыққа ұсынбаңдар. Сондай малды елді мекендеріңде сойып ішіп жеңдер. Аң аулап, соғып алған елік немесе бұғының еті іспетті, сол етті тазару рәсімнен өткен адамда, өтпеген адамда жей алады. Тек оның қанын ішіп жемеңдер. Қанды су іспетті жерге төгіп тастаңдар. Заңды қайталау. 16-шы тарау. Құдайларың жаратқан ие сендерді Абиб айының бір түнінде Мысыр елінен алып шыққан еді. Сондықтан осы мезгілді есте ұстап, солайда Құдай иенің құрметіне арнап, құтқарылу мейрамын тойлаңдар. Жаратқан ие өз есімінің жер бетіндегі тұрағы ретінде таңдап алған орында, қой ешкілеріңнен, не мүйізді ірі қарамалдарыңнан Құдай иенің құрметіне құтқарылу мейрамына арналған құрбандықты шалыңдар. Оның етін аштыққа салып пісірілген нанмен қосып жемеңдер. 7 күн бойы етті ашымаған нанмен қосып жеңдер. Бұл нан көрген қиындықтарыңды еске түсіретін нан. Себебі Мысыр елін асығыс тастап шықтыңдар. Сендер Мысырдан көшіп шыққан күнді осы рәсімді орындау арқылы өмір бойы есте сақтайтын боласыңдар. Өздерің тұрып жатқан бүкіл ел көлемінде сол 7 күн бойы ешқандай аштыққа көрінбеу керек. Сендер мейрамның алғашқы күнгі кешінде құрбандыққа шалған малдың ешбір еті таң атқанша қалып қоймасын. Құдайларың жаратқан ие сендерге беріп отырған елді мекендеріңнің барлығында бірдей құтқарылу мейрамының құрбандығын шалуларыңа болмайды. Құрбандықты тек Құдайларың жаратқан ие өз есімінің жер бетіндегі тұрағы ретінде таңдап алған орында ғана шалыңдар. Оны Мысыр елінен шыққан мезгілдерің, кеште күн батқанда шалуларың керек. Етті отқа қақтап пісіріп, Құдай ие тағайындаған орында жеңдер. Ал келесі күні таңертең қонатын шатырларыңа қайтуларыңа болады. 6 күн бойы аштықсыз пісірілген нан жеңдер. 7-ші күні Құдайларың жаратқан иеге арналған салтанатты жиналыс өткізіңдер. Сол күні ешқандай жұмыс істемеңдер. Осы кезден, демек, пісіп тұрған арпаны ора бастаған уақыттан бастап, 7 апталық кезеңді санап алыңдар. Бұл кезеңнің соңында Құдайларың жаратқан иеге бағышталған 7 апта мейрамын тойлаңдар. Сонда Құдай иенің сендерді жарылқағанына сәйкес, оған өз еріктеріңмен беретін сый тартуды әкеліп ұсыныңдар. Құдай иенің алдында, оның өз есіміне арналған жер бетіндегі тұрағы ретінде таңдап алған орнында, сендер ұл қыздарыңмен, қызметшілеріңмен,
қалаларыңда тұрып жатқан леуліктермен, араларыңдағы жат жұрттықтармен және жетім жесірлермен бірге қуана мейрамдаңдар. Өздеріңнің Мысыр елінде құлдықта болғандарыңды естеріңде ұстап, осы ережелерді сақтап орындаңдар. Астық бастырып, жүзім шырынын сығып болғаннан кейін 7 күн күркелер мейрамын өткізіңдер. Мейрамды ұл қыздарыңмен, қызметшілеріңмен, қалаларыңда тұрып жатқан леуліктермен, жат жұрттықтармен, жетім жесірлермен бірге шаттана тойлаңдар. Осы мейрамды құдайларың жаратқан иенің құрметіне өзі тағайындаған орында 7 күн бойы өткізіңдер. Себебі Құдай ие сендерге мол өнім беріп, қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқайтын болады. Сондықтан зор шаттыққа кенелесіңдер. Сонымен барлық ер адамдарың құдайларың жаратқан иенің алдына өзі таңдап алған орынға жылына 3 рет барулары керек. Ашымаған нан мейрамы, 7 апта мейрамы және күркелер мейрамы кезінде. Олар жаратқан иенің алдына құр қол бармай, әрқайсысы Құдай иеміздің өздеріңді жарылқағанына сәйкес хал жағдайына қарай сый тартулар ұсынсын. Құдайларың жаратқан ие сендерге табыстап отырған елді мекендеріңнің бәрінде барлық руларыңа арнап төрешілер мен басқарушылар тағайындаңдар. Олар халыққа әділ билік айтуға міндетті болады. Не әділдікті бұрмалаушы, не адамның бет жүзіне қараушы, не пара алушы болмаңдар. Пара деген дананың көзін соқыр қылып, әділдің іс-әрекетін бұрмалайды. Әділдікке, тек әділдікке ғана ұмтылыңдар. Сонда тірі қалып, Құдай иенің өздеріңе табыстап отырған елін иемденетін боласыңдар. Құдайларың жаратқан иеге арнап салған құрбандық орындарыңның жанына жалған тәңір Ашераға бағышталған ешқандай ағаш бағаналар орнатпаңдар. Табынуға арналған тас бағаналар да орнатпаңдар. Құдай иеміз сондай нәрселерді жек көреді. Заңды қайталау 17-ші тарау. Құдайларың жаратқан иеге арнап, кемтар, қандай да бір кемістігі бар не мүйізді ірі қара, не ұсақ малды құрбандыққа шалмаңдар. Құдай ие солай істегендеріңді әбден жек көреді. Құдай иеміз өздеріңе табыстап отырған елді мекендердің бірінде не еркек, не әйел, оған жек көрінішті іс-әрекет жасап, құдайларың жаратқан иенің келісіміне қиянат қылып, оның тыйым салғанын істейді дейік. Ол адам жалған тәңірлерге яки күн, ай, не басқа да аспан денелеріне жүгініп, құлшылық етіп табынады. Егер сондай іс туралы сендерге айтылса, немесе біреуден кездейсоқ естіп қалсаңдар, онда бұл жөнінде мұқият тергеу жасаңдар. Егер сондай жексұрын істің Израиль халқының арасында шынымен орын алғаны дәлелденсе, онда сол зұлымдықты істеген еркек не әйелді қала қақпасының алдына апарып таспен атқылап өлтіріңдер. Кінәлі адамды өлім жазасына кескенде ең аз дегенде 2 не 3 куәгердің айтқандарына сүйену керек. Тек бір ғана куәгердің айтқанына негізделіп, ешкімді өлім жазасына кесуге болмайды. Куәлік келтірген адамдар өлім жазасын іске асырғанда тасты бірінші болып лақтыруға тиіс. Солардан кейін бүкіл халық болып атқыласын. Зұлымдықты араларыңнан осылайша аластатыңдар. Елді мекендеріңде шешуге тым қиын даулы мәселелерді біреуді біреу әдейі өлтірді ме, не кездейсоқ болды ма, бір дауда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, яки төбелесіп қалғандардың қайсысы айыпты. Осы сияқты даулы мәселелерді құдайларың жаратқан ие таңдап алған орынға апарыңдар. Сол жердегі леуілік діни қызметкерлерге және сол кезде міндетін атқарып жатқан төрешіге барып жүгініңдер. Олар сол іс бойынша үкімдерін шығарып береді. Жаратқан ие таңдап алған орындағы олардың сендерге айтатын шешімін толығымен мұқият жүзеге асырыңдар. Олар түсіндіріп берген заңды және шығарған үкімді толығымен орындауларың керек. Жариялаған шешімдерінен не оңға, не солға бұрылмаңдар. Ал егер біреу Құдай иенің алдында қызмет етуге тағайындалған діни қызметкердің не төрешінің айтқандарын менсінбей орындамай қойса, ондай адамды
тірі қалдырмау керек. Зұлымдықты Израильден осылайша аластатыңдар. Бүкіл халық мұны естіп қорқатын болады. Содан олар да билік иелерін менсінбеулерін доғарады. Сендер құдайларың жаратқан ие, өздеріңе табыстап отырған елге еніп, оны иемденіп, сонда орнығасыңдар. Егер содан кейін айналамыздағы барлық халықтар сияқты біз де өзімізге патша тағайындағымыз келеді десеңдер, онда міндетті түрде Құдай иенің таңдаған адамын ғана патша етіңдер. Ол жат жұрттық емес, өз халқыңнан шыққан бауырластарың болсын. Патшаның өзіне жылқыны көптеп ала беруіне болмайды. Әрі соларын көбейту үшін халықты Мысырға қайтуға жұмылдырмауға тиіс. Себебі жаратқан ие сендерге сол жолмен ешқашан қайтып бармауларың керек деп бұйырған еді ғой. Патшаның көп әйел алуына да болмайды. Әйтпесе оның жүрегі басқа жаққа бұрылып кетеді. Патша өзіне көп мөлшерде алтын, күмісті де жинай бермеу керек. Патшалығының тағына отырғанда, ол леулік діни қызметкерлердің қолындағы осы Таурат заңы кітабының көшірмесін шиыршық кітапқа жаздырып алуға міндетті. Кітап үнемі оның қасында болуға тиіс. Патша Құдай иесін құрметтеуді үйреніп, сол кітапта жазылған заң мен ережелердің барлығын мұқият орындау үшін бұл кітапты өмір бойы оқитын болсын. Осылайша патша көкірегін көтеріп, өзін ұлттастарынан асқақтатпасын, әрі жаратқан иенің өсиеттерінен не оңға, не солға бұрылмасын. Сонда оның өзі де, артындағы ұрпақтары да Израильге ұзақ уақыт билік жүргізетін болады. Артындағы ұрпақтары да Израильге ұзақ уақыт билік жүргізетін болады. Заңды қайталау. 18-ші тарау. Леулік діни қызметкерлерге әрі бүкіл Леу руына, Израильдің өзге руларына берілетін әспетті мұралық жер үлестері табысталмайды. Олар жаратқан иеге ұсынылып өртелетін құрбандықтардың және оған арналған басқа да тартулардың өздеріне тиесілі бөліктерімен тамақтанатын болады. Леуліктердің бауырлас рулардың арасында мұралық үлестері болмайды. Жаратқан иенің оларға уәде еткеніндей, олардың мұралық үлесі оның өзі болады. Адамдар құрбандыққа шалу үшін алып келген мүйізді ірі қара немесе ұсақ малдың діни қызметкерлерге берілуге тиісті бөліктері мыналар: жауырыны, екі жағы және асқазаны. Сендер жаңа жиналған астықтың, жаңа сығылған жүзім шырыны мен зәйтүн майының және қой ешкіден қырқылған жүннің алғашқы бөлігін алып, оларға берулерің керек. Себебі құдайларың жаратқан ие барлық руларыңның арасынан Леуіні және оның ұрпақтарын таңдап алып, әрқашан жаратқан иенің алдында тұрып, оның атынан қызмет етуге тағайындады. Егер бір леулік Израиль елінің қай қаласында тұрмасын, өз жүрек қалауы бойынша жаратқан иенің ғибадат етулерің үшін таңдап алған орнына көшіп келсе, онда өзге леуліктер секілді, оның да құдайларың жаратқан иенің алдында тұрып, оған қызмет етуіне болады. Ол әкесінен қалған меншігін сатып, пайда көрсе де, құрбандықтар мен тартулардың өзіне тиесілі үлесін алуы керек. Сендер құдайларың жаратқан ие өздеріңе табыстап отырған елге енгенде, сондағы халықтардың істеп жүрген жиренішті салттарына еліктеп үйренбеңдер. Араларыңдағы ешқайсың ұл-қызын оттан өткізіп, жалған тәңірге құрбандыққа ұсынбасын. Бал ашып, жауырынға қарап, не құмалақ салып, сәуегейлікпен де айналыспаңдар. Сиқырлау, дуалап үшкіру және теріс бата берумен де шұғылданбаңдар. Аруақтарды шақырып, олармен тілдесуші, ақыл кеңестерін сұраушы да болмаңдар. Араларыңда осылай істейтіндер болмасын. Бұндай істермен айналысатын әркім жаратқан иеге жек көрінішті. Осындай қылықтарына бола, Құдай иеміз сол азғын халықтарды алдарыңнан қуып шығады. Ал өздерің құдайларың жаратқан иенің көз алдында мінсіз жүруге тиіссіңдер. Сендер жерлерін иемденетін бұл халықтар сәуегейлікпен және балгерлікпен айналысатындарға құлақ асады. Бірақ сендерге Құдай иеміз солай істеуге тыйым салған. Құдай иелерің сендерге мен сияқты бір пайғамбарды
бауырларыңның арасынан шығарады. Соның айтқандарын тыңдаңдар. Себебі сендер Хориб тауының етегінде жиналған кезде Құдай иеміздің дауысын әрі қарай естімейік. Осы жалындаған зор отты тағы да көрмейік. Әйтпесе өліп қалармыз деген кезде Құдай иеден осыны өтінген едіңдер. Сонда жаратқан ие маған былай деді: олардың айтқандары дұрыс. Мен бауырларыңның арасынан сен сияқты пайғамбарды шығарып, сөздерімді соның аузына салып отырамын. Ол менің өзіне бұйырғандарымның бәрін соларға жеткізетін болады. Осы пайғамбардың менің атымнан айтқан сөздерін тыңдамайтын әрбір адамнан өзім жауап алатын боламын. Бірақ бір пайғамбар өзім оған айтуға бұйрық бермеген хабарды халыққа менің атымнан жеткізсе, немесе бөтен тәңірлердің атынан сөйлесе, ондай жалған пайғамбарды өлтіруге тиіссіңдер. Сендер іштей, жаратқан ие айтпаған сөзді қалай білеміз деулерің мүмкін. Мынаны ұмытпаңдар. Егер осы пайғамбардың жаратқан иенің атымен айтқаны рас болмай, жүзеге аспаса, онда бұл хабар жаратқан иеден емес. Қайта, бұл пайғамбардың асқақтықпен айтқан өз сөзі. Ондайдан қорықпаңдар. Заңды қайталау 19-шы тарау. Құдайларың жаратқан ие әлгі азғын халықтарды құртып, жерлерін сендерге табыстамақ. Сонда сендер олардың қалалары мен үйлеріне ие болып, қоныстанып аласыңдар. Сол кезде Құдай иеміздің өздеріңе мұралық меншікке берген сол еліндегі 3 қаланы арнайы мақсатқа бөліп қойыңдар. Бұл үшін елді 3 аймаққа бөліп, әр аймақта бір қаладан белгілеңдер. Осы қалаларға апаратын жолдарды жақсылап салыңдар. Біреуді өлтірген әр адам сол қалалардың біріне қашып барып, бас сауғалай алатын болсын. Бұл туралы ереже мынау: бұрын өшікпеген бір кісіні абайсызда өлтіріп алған адам осындай қалаға бас сауғалауға қашып барып, сонда тұруына болады. Мысалы, 2 адам орманға ағаш дайындауға барып, біреуі ағаш шабу үшін балтасын сілтей бергенде, балтаның басы сабынан ұшып кетіп, екінші адамға тиіп, оны өлтіріп алды дейік. Абайсызда кісі өлтіріп алған адам сол белгіленген қалалардың біріне қашып барып, бас сауғалай алады. Әйтпесе, егер арақашықтық тым үлкен болса, онда мерт болған кісінің жазалаушы туысқаны еш өшпенділіксіз өлтіріп алған адамды қатты ашумен өкшелей қуып жетіп көзін құртады. Ал сол адамның өлімге бұйыратындай жазығы болған жоқ қой. Сондықтан да сендерге былай деп бұйырып отырмын: 3 бас сауғалау қаласын бөліп белгілеп қойыңдар. Құдайларың жаратқан ие ата-бабаларыңа ант еткендей, иемденген жерлеріңді кеңейтіп, оларға уәде еткен елдің барлығын сендерге табыстамақ. Ал оның сендерге осы бүкіл елді табыстауының шарты: мен бүгін өздеріңе жеткізіп отырған Құдайларың жаратқан иені сүйіп, лайым оның жолдарымен жүріңдер деген өсиетімді мұқият орындауларың. Сонымен жаратқан ие бүкіл Қанақан елін қолдарыңа тапсырғанда, осы аталып өткен 3 қалаға қоса тағы 3 қаланы бас сауғалау үшін белгілеңдер. Сонда Құдай ие сендерге иемденуге беріп отырған елінде жазықсыз кісінің қаны төгілмейді де, соның кінәсі мойындарыңда болмайды да. Бірақ егер сондай адам өлтірген кісісіне бұрыннан өшігіп, аңдып келіп, сәті түскен кезде бас салып, оны өлтіргеннен кейін бас сауғалау қалаларының біріне қашып барса, онда оның өз қаласының ақсақалдары ол бас сауғалаған қалаға адамдарын жіберіп қайтарып алдыртсын. Сол адам өлген кісінің жазалаушы туысқанының қолына тапсырылуы керек. Осылай ол жазасын тартып өлуге тиіс. Мұндай адамға аяушылық көрсетпеңдер. Қайта Израиль елінің жазықсыз төгілген қанының кінәсінен осылайша тазартуларың керек. Сонда игілікті өмір сүретін боласыңдар. Құдай ең саған мұралық меншікке табыстап отырған елге енгеннен кейін, бауырыңның жерін заңсыз иемденуге ұмтылма. Жеке өзіңе бөлінетін жер үлесіндегі бұрынғы ұрпақтар орнатқан шекара межелерін өз пайдаңа жылжытушы болма. Егер біреу қылмыс не күнә жасапты деп айыпталса, оған үкім шығаруға бір ғана адамның куәлігі жеткіліксіз. Әрбір іс ең кем дегенде 2 не 3 куәгердің айтқандарымен дәлелденуі керек.
егер бір жалған куәгер басқа біреуді қылмыс жасады деп айыптаса, осы екі адам жаратқан иенің алдына келіп, сол кезде міндеттерін атқарып жатқан діни қызметкерлер мен төрешілерге жүгінсін. Төрешілер істің мән-жайын мұқият тексерсін. Егер айыптаушының бауырына таққан айыбы өтірік болып шықса, онда сол адамның өз бауырына тартқызайын деген жазасын оның өзіне тартқызыңдар. Зұлымдықты араларынан осылайша аластадыңдар. Басқалар да мұны естіп қорқатын болады. Содан олар енді қайтып осындай зұлым істі араларында істемейді. Өтірік айып таққан адамды аяп мүсіркемеңдер. Жанға жан, көзге көз, тіске тіс, қолға қол, аяққа аяқ. Заңды қайталау 20-шы тарау. Жауларыңа қарсы соғысуға шығып, олардың аттары мен соғыс күймелерін көріп, әскерінің сендердікінен басым екенін байқасаңдар, олардан қорықпаңдар. Себебі өздеріңді Мысыр елінен алып шыққан құдайларың, жаратқан ие сендермен бірге жүріп жар болады. Шайқасқа аттанып бара жатқанда, діни қызметкер әскердің алдына шығып, былай деп сөз сөйлесін. Тыңда, уа Исраил жасағы, қазір сендер жауларыңа қарсы шайқасқа кетіп бара жатырсыңдар. Жүрексініп қорықпаңдар, үрейленіп қалтырамаңдар. Себебі құдайларың, жаратқан ие сендермен бірге жүріп жар болады. Ол жауларыңа қарсы соғысып, сендерге жеңіс сыйлайды. Ру басқарушылары да жасаққа сөз арнап, былай десін. Жаңадан үй салып, оған әлі қоныстанып үлгермеген біреу бар ма араларыңда? Сондай адам үйіне қайта берсін. Әйтпесе ол шайқаста қаза тапса, үйін басқа біреу қоныстанып жүрер. Немесе жүзімдік отырғызып, жемісін әлі жинап үлгермеген біреу бар ма араларыңда? Ол да үйіне қайта берсін. Әйтпесе ол шайқаста қаза тапса, жүзімдігінің жемісін басқа біреу жинап жүрер. Айттырылған қалыңдығы болып, әлі үйленіп үлгермеген жігіт бар ма араларыңда? Ол да үйіне қайта берсін. Әйтпесе, шайқаста қаза тапса, оның қалыңдығына басқа біреу үйленіп жүрер. Басқарушылар әскерге тағы былай десін. Жүрексініп қорқып тұрған адам бар ма араларыңда? Ол да үйіне қайта берсін. Әйтпесе, оған қарап бауырластары да үрейленіп қорқып жүрер. Басқарушылар жасақшыларға арналған сөздерін бітірген соң, олардың үстінен қолбасшыларын тағайындасын. Бір қалаға қарсы соғысу үшін таяп келгендеріңде, оған бітімге келіп, берілсін деген ұсыныс жасаңдар. Егер сол қала бітімді қабылдап, қақпаларын айқара ашса, онда қаладағы барлық адамдар сендерге міндетті жұмыс істеп, қызмет көрсететін болсын. Егер қала бітімге келмей, өздеріңе қарсы соғыс бастаса, оны қоршап алыңдар. Құдайларың жаратқан ие оларды қолдарыңа түсірген кезде, қаладағы барлық еркектерді семсердің жүзімен құртыңдар. Ал әйел, бала-шаға, мал-мүлікті өздеріңе алуға болады. Құдай иеміз қолдарыңа табыстаған жауларыңның олжасын алып, өз қажеттеріңе жаратуларыңа болады. Қанахан елінен алыста орналасқан, осындағы халықтарға жатпайтын қалаларға осылай істеңдер. Бірақ құдайларың жаратқан ие өздеріңе иемденуге беріп отырған елдегі халықтардың қалаларында ешбір жан иесін тірі қалдырмаңдар. Керісінше Құдай ие сендерге әмір бергендей, хеттіктер, аморлықтар, қанахандықтар, перездіктер, хевтіктер және эбустіктерді түгелдей құртуға тиіссіңдер. Әйтпесе олар өз жалған тәңірлеріне табынатын кезде істейтін жексұрын істерінің бәрін сендерге де үйретеді. Сонда өз құдайларың жаратқан иеге қарсы күнә жасайсыңдар. Бір қаланы қолға түсіру үшін ұзақ уақыт қоршап тұрғанда, айналасындағы ағаштарды шауып құртушы болмаңдар. Олардың жемістерін жей аласыңдар ғой. Далада өсіп тұрған ағаштар оларға қарсы соғысатындай адамдар емес қой. Бірақ жемісі жеуге жарамайтын белгілі ағаштарды кесіп, олардан сол қаланы қоршап, қолға түсіруге арналған құрал жабдықтар жасауларыңа болады.